Серік Голова немесе Серік Башка лақабатымен танылған Серік Жаманаев кезінде Қазақстандағы ең бірінші вор в законе болған қылмыскер ретінде белгілі. Өмірінде көп рет сотталып, темір тордың ар жағында 20 жылға жуық уақыт мерзімін өтеген. Осы видеомызда Серік Жаманаев өміріндегі көпке белгілі тұстарын тізіп өтпекпіз. Ол 1965 жылы 21 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Фабричный, қазіргі Қарғалы ауылында дүниеге келген. Қазақ орта білімді. Ол өзінің алғашқы 3 жыл бас бостандығынан айыру мерзімін ұрлығы үшін 1982 жылы небәрі 17 жасында алды. Бірақ жақсы мінез құлқы үшін ол 1 жылдан кейін шартты түрде босатылды. 4 жылдан кейін екінші мерзімін алды. 1986 жылы Қаскелен соты оны денсаулыққа ауыр зиян келтірген қарулы шабуыл жасады деп айыптады. Серік Жаманаев 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Дәл осы мерзімін өтеуі кезінде кез келген жағдайдан тез сараптап жол таба алатыны үшін Серікке Голова деген лақап ат берілген болатын. Неге.kz сайтында Ішкі істер министрлігі ардагерлерінің естеліктері жарияланды. Бұл журналист Асқар Жалдиновтың «Вне протокола» кітабындағы деректер. Сол кітаптан қылмыстық жетекшіге тәж кию рәсімі қалай өткізілгендігі туралы үзінді. Серікті қылмыстық әлемге оның сыбайласы Александр Клаузер дайындаған. Олар Степногорск қаласындағы 290-да бірге мерзімдерін өтеген. Александр Серікке қылмыс әлеміндегі мінез құлық ережелерін, ұрылардың түсініктерін үйретіп қана қоймай, авторитеттер алдында кепілдік берген. 1996 жылы, яғни бостандыққа шыққаннан кейін 1 айдан соң, Серік Сочиге кездесуге барады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, белгілі қылмыскерлер бас қосқан жиында атақты Михас есімді қылмыскер Серіктің вор в законе мәртебесіне лайық екенін айтып, сөз сөйлеген. 1996 жылы 26 мамырда Сочиде өткен сол жиында Михасты ТМД елдерінің 40 авторитеті қолдап, Серікке вор в законе деп тәж кигізілді. Кітап авторы 90-шы жылдары Серік Жаманаевтың Қазақстандағы бірінші вор в законе болғанын алға тартады. Ол Алматы, Тарас, Шымкентке қарай бастады. Оның иелігінде шу алқабынан марихуананы тасымалдау жолы, кейінірек Тәжікстан мен Ауғанстаннан апиын мен героин жеткізуге арналған негізгі есірткі транзиттік дәлізі түсті, делінген кітапта. Жаманаев полицейлердің көзіне түспеуге және көпшіліктің назарын аудармауға тырысты. Таразда қымбат қару-жарақтар салынған қызметтік шестерка көлігінің ұрланған оқиғасы белгілі. Бұл оқиға туралы жоғарыда аталған кітаптың авторына тәжірибелі жедел уәкіл, Тараз қалалық ішкі істер басқармасы бастығының бұрынғы орынбасары Жаңабек Қалдарбеков айтып берді. Ол кезде мен облыстық қылмыстық іздестіру басқармасының бастығы болып жұмыс істедім. Құзырлы органдар бұл істі қолға алуды бұйырды. Үмітсіздіктен Серікке телефон соғуға тура келді. Мен оған бұл үлкен қылмыс екенін түсіндірдім. Оны әрбір болмашы құқық бұзушылыққа бола қылмыстық іс қозғап, қамау үшін әйтеуір бір себепті табатынымызды, ал кейбіреулерден есірткіні де табамыз деп қорқыттым. Голова үнсіз тыңдады да кетіп қалды. Бірнеше сағаттан кейін белгісіз біреу кезекші бөлімге телефон соғып, қызметтік көліктің орналасқан жерін хабарлады. 2002 жылы Алматы облысы Ұзынағаш ауылындағы кірпіш зауыттарының бірінің аумағына белгісіз қарақшылар басып кіріп, оның иесіне қоқан-лоққы жасай бастағаны «Вне протокола» кітабында жазылған. Кәсіпкер қылмыскерлерге Серік Голованың өзі бизнесіне қамқорлық ететінін, бір сөзбен айтқанда, бұл оның кришасы екенін айтты. Шабуылшылар сені де, кришаңды да бізге жұмыс істейтін етіп береміз, деп жауап берді. Қазақстанда ғана емес, шетелде де қылмыстық әлемге танымал Серік Головаға мұндай бассыздық қатты ұнамаған көрінеді. Басшы мен оның қасындағылар әр іске кірісер алдында барлық ақпаратты егжей-тегжейлі зерттеп кірісетін болған екен. Бұл жолы ашуланғаннан болар қарақшылармен кездесуге дайындықсыз барады. Алматы Ұзынағаш тас жолында оларды Сұңқар арнайы жасағы тоқтатты. Қарақшылар терезесі қара түспен жалатылған көлікте болып, есікті ашпаған. Сұңқаршылар есіктерді бұзып, ұйымдасқан қылмыстық топтың барлық мүшелерін қолға түсірді. Серік Голова көліктің артқы орындығында отырған. Одан оққа толы Калашников оқ сауыты, шұлығынан 3 грамм героин тауып алған. Содан кейін Серік Головаға есірткіні алып жүру мен сақтау деген айып тағылды. Қылмыстық басшы 3 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылды. Жаманаев жазасын Қостанайға өтеуге жіберілді. Одан кейін Қазақстанның бірнеше қаласында әртүрлі колонияларда наразылық акциялар өтті. Сотталғандар Серік Жаманаевтың нұсқасымен қарындарын кескен деген сыбыс бар. Prime.crime.ru сайты сол кездегі Қарағанды облысының қылмыстық атқару жүйесі басшысының орынбасары Марат Абдуллинің сөзін былай деп келтіреді.
Осы толқыннан бірнеше күн өткен соң Серік Жаманаев өз үндеуін бейне таспаға түсіріп, ол өзінің қателіктерін түсінгенін, бұдан былай адал еңбекпен істеген барлық істерін өтеуді қалайтынын және колониядан адал болып кеткісі келетінін мәлімдеді. Бұл бейнеролик еліміздің барлық колонияларында көрсетілді. Авторитетті түрмеде сындырды деген қауесет тарады. Тіпті өзін Серік деп таныстырған тұтқынның еден жуып жатқаны туралы видеоны таратқан. Қылмыстық авторитеттер үшін бұл ең қорлау болып саналады. Сол уақытта АИФК берген сұхбатында Ресей Федерациясының қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Петр Посмаков былай деді: Қазақстанда вор в законелар бар. Солардың бірі Голова деген лақап аты бар Серік Жаманаев таяуда атағынан бас тартып, сотталғандардың профилактикасы жөніндегі кеңеске кірді. Ол бұл туралы арыз жазды. Ол әкімшіліктің барлық талаптарын орындауға міндеттенді. Оның отбасы бар екенін есіне түсірді. Алайда кейінірек Серік Жаманаев бұл видеоның жалған екенін мәлімдеді. Отставкадағы полиция полковнигі Талғат Ақшолақов «Вне протокола» кітабының авторына Серік Голова туралы тағы бір оқиғаны айтып берді. Оның айтуынша 2001 жылы солтүстік Қазақстан облысының Тайынша ауылында Тәжікстан азаматы Назар Муродов тұрған. Оның ірі агрофирмасы 40 000 гектар егістік жері болды. Муродов оқ лақтырудан әлем чемпионы болған екен. Түнде бірнеше адам оның үйіне басып кіріп, барлығын соққыға жыққан. Құжаттарды көріп, Назардың кім екенін білген соң, қарақшылар оны байлап алып кеткен. Муродовтың өлі денесі Көкшетау маңындағы Воробьевка ауылының шетінен табылды. Назардың сүйегін анықтауға Тәжікстаннан оның ағасы Олим келді. Оның айтуынша жергілікті тұрғындар Назардың өліміне Сайгон лақап аты бар солтүстік қазақстандық авторитеттің қатысы бар деген болжам айтқан. Жедел қызметкерлермен әңгімесінде Олим бұл туралы орысы вор в законе дед Хасанға хабарлағанын айтып қояды. Ол Сайгонның іске қатысы жоқ екенін анықтап беріпті. Жедел уәкілдер бұл іске Хасан атаның не қатысы бар екенін анықтай бастайды. Анықталғандай шын мәнінде ағайындылар тек агробизнесті желеу етіп, негізгі қызметі есірткі саудасы болған екен. Серік Голова ағайынды Муродовтардың бизнесі туралы біліпті. Ол ағайындылардың жергілікті қылмыстық қауымдастықтарға құрмет көрсетіп, салық бермейтінін білген көрінеді. Кейінірек Ақмоладағы бір төбелестен кейін Еуразия базарының маңында қылмыстық топтардың жетекшілері жиналыпты. Сол жерде авторитеттердің бірі Серік Голованың қалауын жеткізіпті. Бір саудагер бар, содан ақша алу керек. Әр қылмыстық топ мүшесіне 10 000-нан. 10 қарағандылық осы іске кірісуге ниет білдірген. Олар американцы ұйымдасқан қылмыстық тобының Қарағанды бөлімшесінің құрамында болған. Кейін тергеушілер сол жерден айғақты тапты. Қылмыскерлердің біреуі көліктің артқы жарығын сындырып, артқа қарай келе жатқанда ағашты соққан. Сот басталған кезде Тәжікстаннан марқұмның кіші інісі Олим келеді. Жедел уәкілдер оған оқиғаның қалай болғанын, ағасын ұрлап қинау туралы ұсыныс кімнен түскенін айтып берді. Олим Хасан атаға телефон соғады. Серік Голованы стрелкаға шақырады. Сол күні Голова Алматы қалалық УБОПқа өз еркімен беріліпті. Оның шұлығынан героин табылып, түрмеге жіберілді. Ал онда оған жету қиын болды. Соған қарағанда оны опустить етпеген, жай ғана тәжін алып тастаған, яғни дәрежесін төмендеткен, деп түйіндеді әңгімесін Талғат Ақшолақов. 2009 жылы Серік Жаманаев «Закон и правосудие» газетінің журналисі Оралғайша Омаршанованы ұрлады деп күдіктелді. Ол Қазақстан сегодня агенттігінің хабарлауынша 2006 жылдың 30 сәуірінде Алматы облысында Фабричный ауылында Серік Головамен кездескен соң із-түзсіз жоғалып кеткен. Ол әлі табылған жоқ. Серік Голова 2009 жылы 4 сәуірде журналисті ұрлауға қатысы бар деген күдікпен Алматы облысының тауларында борсық аулап жүргенде ұсталды. Сотта оның Омаршанованы ұрлауға қатысы барын дәлелдей алмағандықтан тек есірткі сақтағаны үшін сотталды. 3 жылдан кейін сот құжаттарына сәйкес 2012 жылдың наурыз айында Серік Голова мен оның сыбайластары тәртіпсіздік жасады деп айыпталған. Қостанай облысындағы УК 161-2 колониясының тұтқындары қарындарын кескен болатын. Анықталғанда 2011 жылдың 5 наурызы мен 25 наурызы аралығында Жаманаев Арқалық қаласындағы Т1 абақтысында жазасын өтеу кезінде ұялы телефон арқылы Сүйіндіков Мақсатпен байланысқа шығып, оған түрме режимін әлсірету туралы бұйрық берген. Содан кейін Мақсат пен оның сыбайластары өздеріне дене жарақаттарын салған. Олар әртүрлі кескіш заттармен денеге «менің өліміме әкімшілік кінәлі» деген сөйлемді және оның әртүрлі нұсқаларын ойып алған. Голова Қостанай колониясындағы тәртіпсіздіктерге кінәлі деп танылып, оған 5 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру мерзімі қосылды. Ол солтүстік Қазақстан колониясында мерзімін өтеген. Онда 2013 жылы оның үстіне түрме режимін бұзғаны үшін тағы да қылмыстық іс қозғалды. Сотқа оның әйелі келді. Колония әкімшілігіне бағынбағаны және жұмыстан бас тартқаны үшін Жаманаевтың мерзіміне тағы 3 жыл 9 ай қосылды. Бұл басшының 7-ші сотталуы болды. Жазасын өтеген соң Серік Голова бостандыққа шықты.
Соңғы жылдары ол бостандықта жүрген, кейбір деректер бойынша Алматыда тұрған. Ол ұзақ жылдар бойы есірткі жеткізуді басқарды және Қазақстандағы барлық дерлік тасымалдауды бақылайтын Башка ұйымдасқан қылмыстық тобын басқарды. 2020 жылдың 3 ақпанында Серік Башканы Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Ішкі істер министрлігімен бірге ұстаған. Олар оның 6 сыбайласында бірге ұстады. Олардан қару-жарақ пен ірі көлемдегі ақша тәркіленді. Олар күш қолдану арқылы ауыр және аса ауыр қылмыс жасады деген күдікке ілінді. 2021 жылдың қаңтарында сот Жаманаевты кінәлі деп тауып, 19 жылға бас бостандығынан айырды.